2023 жыл керемет аниме премьераларға толы болды. Біз эпикалық қылыш шайқастардың, түрлі түсті сыйқырдың, үлкен финалдар мен қарапайым адамдардың хикаяларына куә болдық. Сүйікті кейіпкерлерімізбен бірге қуандық, жыладық, сүйсініп те алдық. Биылғы жыл расында да аниме индустриясы үшін өте жемісті болды. Өткені бір уақытта бірнеше танымал франшизалардың жалғасулары шықты. Титандардың шабуылдың ең соңғы финалы, Шынжырлы адамның премьерасы, Сиқырлы шайқастың екінші маусымы, Бличтің екінші маусымы, Демондарды кесер қылыштың 4-ші маусымы және Қаһармандар академиясының 6-шы маусымы. Сондай үлкен премьералардың шуында осы жылы басқа да күшті жобалардың шығып жатқанын ешкім де байқамады. Сондықтан мен осы жылда қатты шуламай өтіп кеткен қызықты аниме премьераларының қысқаша тізімін жасауды шештім.